Сәлем достар, мен каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез, жылдам дайын болатын баклажаннан салат жасайтын боламыз. 3 баклажан, 2 помидор жетеді. Видеода көрсетілгенде осылай турап шығамыз. Туралған баклажанымызды бір суға тұз салып, 1 сағатқа салып қоямыз. Сосын помидорымызды тураймыз. Осылай турап шығамыз. Помидорымызды турап болып, бір ыдысқа жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластырамыз. Тұзы суда тұрған баклажанымызды сығып аламыз бір ыдысқа. Өте тез дайын болу үшін жұмыртқамызды үстіне салып, жақсылап араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып шығып, үстіне кукурузный крахмал сеуіп, оны да жақсылап араластырамыз. 2 қасық крахмал жетеді. Енді қызып тұрған майымызға қуырамыз. Қызарып пісті. Енді бір ыдысқа аламыз. Помидор мен баклажанды бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз саламыз. 2 зубчик чеснокты езіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын ас болсын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер.